Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге бұл мен Нука арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сендерге қалай Скар мегалодонды тегін алу керек екенін айтатын болам. Сендер видео бастамастан бұрын арнаға жазылып лайк басып қойыңдар және арнаға тіркеліңдер. Колокольчиктерді міндетті түрде басып кетіңдер достар. Енді достар, колокольчик не үшін десеңдер, ол келесі видеоларды жіберіп алмау үшін мен осындай видеоларды көп салып тұрам. Ал лайк пен подписка не үшін десеңдер, ол біздің еңбегімізді бағалау үшін. Достар, енді бүгін мен Скар мегалодон соны қалай тегін алатынын көрсететін боламын сендерге. Міне қараңдар, міне осы Скар, міне мегалодон альфа. Міне қараңдар достар, осылай көтеріп не істейтін өзі сондай оружие. Енді бүгін мен сендерге осыны қалай тегін алатынын көрсететін боламын достар. Бұны тегін алу үшін сендер промокод енгізулерің керек. Ол промокодты мен видеоның басына, ортасына және соңына қойып қоятын болам. Сендердің араларынан осыны бір адам ғана ала алатын болады достар. Ал енді алмай үлгермей қалған тағы да адамдарға мен ВК-дан осындай промокодтар тарататын болам. Оның шарты осы видеоны соңына дейін қарап бітіру және соны скрин көрсетіп маған жіберу және арнаға тіркеліп лайк басып міндетті түрде колокольчикті басу достар. Енді ВК описаниеда болатын болады. ВК-ма осының бәрін шарттарын орындап скрин жіберсеңдер, мен сендерге осы промокодты 1-2 адамға тегін беретін боламын. Сондықтан достар, сразу бәрін жасап маған жіберіңдер. Бірақ мен тек қана бірінші жазған 2 адамға беретін боламын. Сондықтан достар, асығып маған тез жазыңдар. Енді бұны қазір промокод жазғаннан кейін 1 адам тегін алып ала алатын болады. Міне достар, енді сендер арнаға тіркеліп кетіңдер. Неге десеңдер, бізде тағы да осындай видеолар күн сайын шығып отыратын болады. Сондай видеоларды жіберіп алмау үшін осы арнаға тіркеліп отырыңдар. Енді промокод видеоның басында, ортасында және соңында болатын болады. Сендермен бірге болған мен Нука YouTube арнасы. Ал енді давайте достар, осы видеоны соңына дейін көріп тастаңдар. Енді соңғы промокоды ар жағында болатын болады. Ал давайте достар.